Хей, сәлем достар, бүгінге Механ кезет. Бүгін біз достар опыт выживания деген летсплейдің екінші бөлімін түсіретін боламыз. Алдыңғы бөлімде мен ініммен бірге бір 5-6 арал ашқан болатын опыт арқасында. Ал біз видеоны бастайық. Достар, қандар, алдыңғы бөлімде біз осы айналамызда тұрған барлық аралды ашқан болатын. Осыдан басқа көріп тұрғандар міне осы чангпен жауып тұрған бәрі бізде жабық деген сөз. Ал осы аралдарды ашу үшін қатарымен жайлап оны астында уровенді көтеру керек. Видео бастамай жатып лайк басып коммент жазып тіркеліп кетейік. Видеоны до конца көрейік. Алдыңғы бөлімде көріп кетейік. И осы видеода көп лайк жинасақ, келесі бөлім түсіретін боламын тез. Так, қандар, мен алдыңғы бөлімде осынша зат тапқан болатынмын. Так, менің ойымша осы ашылған сияқты. Кейін мен 10 уровень болған болатынмын. Так, көрейікші, ашылған ба, ашылмаған ба. И опа, достар, ашылыпты. Бір екен ашылмай тұрған шығар, бак көп тұрған шығар десем. Так, анаған барған ек. Алдыңғы бөлімде міне осы әуешаға барған ек. Міне кіретін жер міне бізде осы екен. Вау, іші әдемі екен. Құмыра бар екен. Құмыра алып кетсем болады. Ішіне ойбай, киркамды салып жүріп қойшы. Так, құмыралардың бәрін өздерім алып кетсем болады. Так, алып кетейік, өзімізге керек болады. Бірақ менде заттар топ тұр екен, инвентарым. Так, мына бізде нормально. Мына қора тұр, үстіге көтерілеміз. И мына біз маяққа, оны біз келген жер ол маяк. Ең үстіне көтерілікші, мына астың этаждарында дым жоқ сияқты. Так, мына зелеверение бар екен. Стола, так, мына артына қора қойып тілесің артына. Кейін мына бізде ашын орындықтар, міне құмыра алып кетейін. Оған заттар салға болады, сандық сияқты, бірақ іште не бар екен көре алмайсың. Обязательно сындыру керек. Так, маяктың үстіне міндім, ең ұшына. Так, үстіне міндім, не бар екен яқта? Бізде просто маяк бала ма не? Просто маяк ба не? Құмыра деген. Тек құмыра болады екен, ішіне манговый люкпен жасап қойыпты. Манговый люкті алып көтсек те болады екен. Так, анау ашық па жабық па білмедім ше, анау жабық сияқты мен ойымша. Анау мынауша өте күшті чангқа ұқсайды сияқтағандашы. Шетпен жауаптар өкінішке орай, бірақ іші ғана 2 этаж, 3 этажды үй сияқты мен ойымша. Сол чангты ашқын деп жүреді, бірақ ол емес осы асылған болатын. Так, суға түсіп бе өліп қалмайық. Так, нормально, өлмейміз, болды. Ана судың ішінде бір нәрсе болуы мүмкін. Мына коралдар бар. Анашы осы чангқа барамаймыз ба, барамыз. Так, көрейікші қасына алып. Мынада жоқ екен, достар, мынада ашылған екен, оказывается. Мен осы 2 аралды ашып қойыппын, оказывается. Видео бастамай жатып екен. Так, опыт олды үшін бізге руда қазу керек, мобтарды өлтіру керек, или опыт фермасын жасауға болады, моб фермасын жасауға болады. Так, шымен ашық екен, кірдім ішіне, көмір аламыз жайлап. Так, достар, көмірдің бәрі қазым көрінеді, көмірден ең көп опыт шығатын руда көмір ғой бізде. Так, менде 64 көмір бар екен. Алдында көп көмір қазған емен. Так, мынаған бардыға. Так, мына шахтасында не бар екен, пауктың шахтасында. Мына 8 көмір бар, өте жақсы газ қазылатын болдым. Паутинаны алайық, кровать жасауға көмектеседі. Факелдерін алып кетейік. Қайтадан кемет жамыз мына. Так, көмірлерін алып кетейік. Так, достар, мына мен 12 угілік қазған болатынмын. Так, паутинаны бәрін алып кетейік. Мына көмір тұр екен, көріп тұрғаным. Факел тұр, алып кетеміз. Мына факел бар екен, әдемі. Достар, видео ұнап жатыр ма, қолдап кетейікші. Келесі бөлім тез түсіруге, тез жасауға. Так, мына төменге бар екен, үстінде алмас тұрса. Бірақ менде желене кетіп жоқ қылашы. Ақбету мүмкін. Так, үстіне шығуға болады екен осы жаңықтың. Үстіне мінейік, мына заттарын алып кетейік, бізге палка береді. Так, алып кетеміз. И кактустар бар екен, кактустар менде бар. Маяктаныш әдемі өнеді, бірақ іште дым жоқ. Жақта ұшақпен гриб тұрғанда көріп тұрсыңдар. Терракота ғой, походу. Терракота екен ау. Әртүрлі түсті, мыналадан палка ойбай алып аламыз. Міне нақта біреу тұр, міне осы әдемі тұр, міне. Осы аралда біткен сияқтымыз. Жақтарда да арал ашылы мүмкін. Так, кактустар керек емес маған. Кактустар алғам. И опа, так, алған болатымын. Кеттік өзіміздің шыққан аралға. Нақта көмірлер көбейгенше, әдек. Мед ба, алмаз ба да ойлап қапты. Так, нақта шөптер өсіп қапты, алдыңғы бөлімде еккен. Так, аламыз. Қайттан егеміз. Так, міне 15. Опағандар дән шашып атым. Өте әдемі көрінеді анимация. Так, нормально болды. Кейін нақта мост, дым жоқ астында. Бұл мақсатта негізі
ең керек руда алмаз емес сияқты көмір сияқты опыттар ашады, опыттар береді. Ата тағы көмір тұрғандар, мені 11 жүрім болды. Бір жаңа арал ашылу керек негізі. Бұл ашық емес. Біз төбе қарасақшы міне чаңктар толады да міне. Мындай зона. Барғам мен араға. Інімен барғам. Бірінші өлімде Мейрамбекте інімен бірге ойнаған болатым. Опа міне көмір тұта. Так айналып барасайық, блогымызды құртпай қойық. Көмір қаяқтады, мына астына меді. Міне достар, міне көмір тауып алдым. Ох, кайф көмір қазған. Так достар, ғана 12 жүрінге құттай қалды. Тағы көмір керек сияқты маған. Қай жерінде бар екен осы аралдың. Так айналып көрейікші. Қасып көрейікші, опыт бере ма бізге? Опыт берген жоқ көрді ма? Бірақ алдыңғы бөлімде 50-дей минут қазып болғандар қолымда тұр. Так паркурист боламыз. Паркуристімді көрсетемін. Так опа. Хоп. Обе селсіз қолым. Так аяқамен қазғама ғой. Қазғама аяқамен. Алдыңғы бөлімде көмірге. Оп. Яқта шақтына. Мен алдыңғы бөлімде шақ таптым ма? Походу есімде болса інімен бірге. Так мынау сол шақты ма екен көрейікші. Опа. Жоқ, осы емес екен. Бір екен. Яқта железі жатыр, мен железін алып кетедім. Ё-мая, мен киркам сынып қапты ғой. Ё. Қайттан десе саламыз, менде ағаш бар ең жақсы. Бар екен, нормально. Қазамыз. Бір-ақ железі ғой. Ё-мая. Алмазға ойлатып қалып, алмазға ұқсайды. Опа, көмір тұр екен. Епа, көмірге оғаннан соң железамыз. Қанда үстіде бір бөле ара ашылды деп жазылды. Алдыңғы бөлімде де мысал арал ашқан сайынша осы көтеріле берді. Сендердіңше мысал опыттарын көбейген сайынша ол жай толып бастайды. Мысал сендер бірінші өренде тез толтырсаңдар, 10 өренде уже әрең толтырасыңдар жайлап. Қаздым, 12-ші өрен болды. Мен ойымша бір аралық ашылған сияқты. Минутта қазып алайық. Алда керек көп болады, может быть. Ал бинокль істеуге керек болады шығар. Мелодный голем істеуге айтпақшы осымен. Кей сандыққа заттарым сақ қоятшы, соныша проверить етіп көрейікші. Мелодный голем бірақ құттақындайша қор тиіп қойған. Мелоднайлар толып жатыр. Сол жасау үшін көп мелод қойып қойған сияқты авторлар. Так, андезит тұрнақта. Так, тағы да көмір іздеп көрейік. Мен ойымша қайса арал ашылды екен, мен ойламап отырмын. Нақта лазурит тұр, айтпақшы лазуритте көп опыт береді. Мен білгенім бойынша. Так, нақта чөта табыр тесті нақта. Жайлап түсеміз. Опа, сәлі қалды. Биондың рудан басқа дым жоқ. Қасып кетеміз. Оп, алдым. Мына жақташ. Так, қазып аламыз. Чөта бүгін көлінеме чөта көп шақтыр болатымшы. Өте қызық. Шақтыр болғанда жақсы. Зато көп руда аласың 2-3 жүйесінде. Сонда плюс бар. Достар, қазір тек руда қазған желен көрсететін боламын. Руда тауып алдым. Езман көмір керекші. Күшті отшы. Так, мына жағына барып көрейік. Опа, лазурит бір екен. Каменный киркамен қазуға от білмесендер. Қанысы одан да опыт түсі дейін жақсы. Так, алмас тұр нақта, әдем оп. Нақта алмас тұр бір екен. Бірақ менде железіне кирка жоқта, өкінішке орай. Бірақ оны жасай аламын екен. Железаны пісіреміз. Қазір алмазға баратын паталар жасалайын. Опа, алмаз да болдым. Опа, қараңдар. Алмаздарымыз қалай көрінетін. Кәнақта қанша алмаз бар екен көрейік. Болды достар, төртеу екен болды. Түсіндім. Төртеу ақ түсінбедім бірақ. Нақта да төртеу негізі. Так, достар, железі қанша пісіпті? Опа, 7 пісіпті бір екен. Қазір кирка жасаймыз. Опа, міне жасадым. Алмаз қазатын боламыз. Бірінші алмазымыз кетті. Екінші өрінде алмаз тапқан болатымыз уже. Опа, жаңа арал ашылды дейді. Өте жақсы. Жоқ, бопты. Қазір барлық рудан пісіріп алайын. Үйде пісіре салам. Қазір просто өбей. Так, үйіме кетті мен. Қазір қайттан оралатын болам өзім аралымда. Так, достар, оралған болатынмын. Нәқа мен заттар салым керек емес. Қазір походқа барамыз, саяхатқа. Так, төрт алмазы менде, айтпақшы мен алмазды кирка жасамадым.
Ох, кайф. Алмазный кирка есть. Енді екі печка бар ғой, екеуіне күйдіп қойын. Бір стакты мына 26-сына пісіреміз. Ал мынаны железаны. Достар, қараңдар. Менде железа жоқ болып кеткен бір екен. Железа түсіп кеткен ба? Бекерге азым ма онда? Ё-майо, мен железім түсіп кеткен екен ғой, оказывается. Көрмей қалғым мен даже. Бопты бәрібір. Так, кеттік. Қалған заттарын салатын боламыз. Сәбіз жеп аламыз қазір. Так, достар, маяк жаққа келген болатын. И осы арал ашылған екен. Так, үстідің жоға. Так, қазір наған барып көретін боламыз. Так, антизитмен барамыз қазір. Яғни арал ашылған. Балықшының үйі сияқты мен ойша суда орналасқан екен. Так, балықшының үйіне ұқсайды екен еще. Так, опа, нормально. Так, мынау қандай блок? Мынау походу не сияқты? Кварцный блок. Так, астына аңдар бізде бір нәрсе батып жатыр, сандық көріп тұрмын. Так, бірінші үйді көрейік. Так, бочкада, опа, балық аулауға болады. Халявный ет и аксилот. Опа, достар, қандай біз аксилот бар. Қандай аксилот жинақта менде қолымда. Паучина бар екен, паучинада оламыз. Шам бар екен аяқта, мынау кішкентай мини қайық. Так, үйіне кірейік. Ең бастысы үйі. Қызық болып тұр менде үйі. Ішінде ешкім жоқ. Мә балық мынандай немоға ұқсайтын балық бар екен аяқта. Огурец бар екен, бірақ огурец керек емес. Кровать чекпоинт қойға болады екен. И астына түсіп көретін боламыз. Кет, достар. Астыға түсетін боламыз. Так, сандық көрген болатын. Ебі, мені тартып атыршы. Так. Не сандық ашып көреміз. Ебі, алтын ала бар екен, достар. Так, не лақтырамыз, на береміз. Паножа. Опа, достар, болды, таныдым. Так, тазаттар болу мүмкінші. Көрейші, дұрыстап тексер көрейік. Ойбай, өліп отыр. Так, нақа батып аламыз да. Тыныс аламыз да. Так, тыныс аламыз. Опа, нормально. Ол бірақ сандық сияқты мен ойымша. А то тағы бір нәрсе бар ма? Автор қалдырып кеткен яқты. Ол походу дым жоқ сияқты мен ойымша. Ол кеттік, нормально. Балықшың өте әдемі екен. Сандығына керек емес заттарын сап кетсем болады. Алтын пано жағындай ғой, әлсіз ғой, тесім қалады. Так, мұны ашылған ба? Ашылмаған ба? Ашылмаған. Так, кеттік, басқа жаққа кеттік. Так, мұны ашылған ба? Қайық ашылмаған. Ар жағында екеуі ашылмаған. Екі опытқа біреу ашылған қандыш. Нақы лазурит. Нақта лазурит бар екен, бір екен. Нарал ашылған білемен. Аяқты айналып келем қазір. Так, достар, келген болатын жай аралымызға. Міне лазурит осы высотада екен. Так, түсті міне нормально. Енді жайға лазуритті қазып көретін болам. Мен ойымша міне көмірді араласқан, лазуритті араласқан. Ең бастысы ойбай көмірлі түсіп атыршы. Негізі ең бастысы опыт керек. Ең бастысы көмір керек қой. Опа, достар, 14-ші рем болдым. И арал ашыл. Арал ашылды дейді. Түсе салайық. Ол пофиг. Так, достар, қаныр осы чаң ашылған болатын. Мына қанда көріп тұрсың, мына зона жоқ қонады. Мына ең жақсын аралдағанда қанша көмір тұр, ё-майо. Бәрін қастан кайфшар. Мына үй ашылған бір екен, достар. Епа, өте күшті. Құмағанға етті, мен қазір түсіп кетеді ол. Қазір сол екі этаждар үйге баратын боламыз. Так, диорит болыпты. Так, ағаш нормально, дым қызымыз. Тек нақты сандық болмаса. Сандық барша нақты? Или жоқ па? Ағаштың үстінде демеңдіш тек. Айтпақшы, осы чаңктың үстіне ұшақ бар екен, бір екен, достар. Соған көтерілсек болады дәл қазір. Дәл қазір көтеріліп көрейік. Так, достар, анда ұшаққа құттай қалды. Так, міне глубине санайс бар екен. Ол точно жетеді енді. Так, достар, келдім міне ұшаққа. Что-то ұшақ кішкентай қоймын, сиятын шығарым деп ойласам. Так, қазып ішіне кіріп көрейік, не бар екен ішінде. Так, мындым ішінде. Опа, бочка. Так, кітап. Так, автор қалдырып кеткен сияқты. Садақ. Садақ жақсы драконға. Бұл кітап емес екен, андай кітап жылтырлататын. Мощь 4. Еба, білесің не екен? Кәше осыны садаққа зачаровать етсеңдер, ол еба күшті одан.
бір удармен өлтіріп жібереді. Мысалы сиырды бір удармен өлтіре алады атса. Драконға дәл керек зачарование, инван тек наковальня жасау керек болды. Болды, қазір үш жақта өте күшті зат бар екен. Күшті емес деп ойлайсыздар, бірақ өте күшті бұл. Так, мынау асылған ба, асылмаған ба түсінбедім что-то. Мынау да асылған аралға ұқсайды что-то. Мынақты грибный үй тұр ғой екен. Так, мынау асылған екен. Осыға дейін көріп жатқан болсаңдар көп рахмет. Видео лайк басып кетейік, лайк баспаған болсаңдар тіркеліп кетейік, тіркелмеген болсаңдар. Мен 5 подписка 95 адам көреді екен, тіркелмейді. Тіркелмей видеоламды көреді. Қызық болса лайк басып тіркеліп кетейік. Үшінші бөлім түсіріңіздер, түсірмеңіздер. И ұнап жатыр ма, осылай эпизодын жазып кетеміз. Мына да өлтіре аламын, бірақ өлтірмей қойын. Мына сена бар екен. Үйде полный тексерейік сырттарын, іштерін. Печка бар екен. Опа, халявный мынандай печка бар. Рудалар тез пісіреді или ет пісіреді, қандай ет? Бұл рудан тез пісіретін болады. 3 есе тез пісіреді. Мынандай бар, капельник. Мынақта жетел бар ма екен? Так, мынақта бізде подвал. И ішінде опа, каменный меч керек емес. Менде бірақ каменный меч жоқ қойдаш. Так, железный самородок. Цеп бар екен, цеп. Декорация істеуге болады үйімізде. Лампа бар екен. Так, алып кетеміз бәрін. Опа, достар, мен айтып жатқан наковальня мынақта тұр, бірекейін. Жек садағымызға. Садағымызбен жәнегі зачарование күйтеміз. Мощь 4. Достар, енді бұл көп удар беретін болады. Болды, наковальня әкетіп кетіп баратырмын, қайқа баратырмын. Так, ең бастап көтеміз. Так, екінші этажына көтелік, или бірінші этажына. Так, ковер бар, кілем, верстак, бір нәрсе болады. Мынақта котел бар екен, бірақ котел керек емес көп. И кровать. Кроватьқа джекпот қоямыз. Өзіміз алып кетейік те одан. Өзіміздің аралымызда қойамыз да, ұйықтай аламыз енді. Так, болды, басқа ештеңе керек емес. Бұл осы аралға сол үшін келдік. Бірақ наковальня бар екен, ең жақсы, тегін. Маған керек болып жүреді. Так, мынаған барғам мен. Так, осыған барам енді, осы орман аралына осыған түседі, бірақ кішкентайының. Үлкені, мына вообще кішкентай екен. Ақты дәл сол сияқты қайталанған. Бірақ джунглимен. 20 ағаш істеп алған болатынмын. Так, жетеміз керек походу. Жетеді, жетеді. Опа, так, келді міне. Осында жерлер тұр нақта. Так, крик не бар екен нақта. Асқа бақ бар нақта. Так, что-то бір нәрстерінен қанда, что-то спонено. Сиырды кекен, ол мен зомби ескелетті көңді көріп атсам. Фарми детем атсам. Так, мына жабық емен ашықты өлі қап бұл. Так, мына чаңықта что-то дым жоқ. Бірақ үстіде бір нәрсе бар сияқты. Так, қанда тек орман ой ағаштан басқа бұқ дымда жоқ. Так, кеттік. Ол түсінді, нақта бізде дым жоқ. Просто спонер. Бірекен, мынау да ашылды. Мына келген кезде осы спонерді ашылды бірекен. Ондай да бар ма? Опытсыз ашылатын чаңықтарда бар екен, оказывается, задание ашылама. Так, оған баратын менде даже ағашта жоқ қой. Так, ағаш қазағын тез-тез. $24 еловый доска жасаған болатынмын 6 ағаштан. Так, келдім міне, уже кеп қалдым. Өзінен өзі ашылған чаңыққа көретін ол. Негізі мынау да өзі ашылды, анаған барғанда қатармен ашылды. Так, мынақта костер бар екен, өте жақсы. Жылынуға болады. Үшін мынақта лагайт ете ма? Мынаның кесірін лагайт етіп атқан сияқты. Костердің кесірін лагайт етіп атқан. Так, костер маған керек емес, сонда жоямыз. Көмір түсеткен, сындырсақ қанда көмір түсетір. Так, бізге көмір керек қағаламыз онда. Так, мынақта грибный биомдар тұрна. 1 гриб, 2 гриб. 2 гриб бар екен. 2 акацкий ебі анақта әдем ағаштыры. Кәше біз тұрған жерде лашық бар екен, кішкентай лашық. Өмір сүруге болады, өте жақсы. Нормально, кет қайта берейік өзіміздің жерімізге. Достар, егер осы картаны өткізгілерін келсе, мен телеграм өтіп кетсеңдер болады. Осы телеграмның ең бас жақтарында осы карта бар. Өткен бірінші өлмен сөген кезде, сол кезде телеграм сағам. Ал бірінші өлме бір апта бұрын шықты, сол үшін телеграм бас жақтарында болу керек. Телеграма өтіп, телеграма жазылып, осы картаны өткізсеңдер болады. Достарлармен ойнасаңдар болады, өте жақсы карта. Көріп тұрғандарындай. Так, садақтарымыз әдем болып жанып тұр ма? Тұр.
Зачарование қолданған. Так, өзімнің әлеме келдім, жеріме кровать ұрлап келетім. Так, опа, так, нақты сандық бар екен. Нақты сандық болғанмен байқамай. Так, мына ашыған, мына ашық ба екен. Көрейікші тағы бар. Ойбай, ашығымыз екен. Ашық шығар деп ойласам. Достар, қазір тағы да руда қазған жерлерімді көрсететін болам. Так, көмір, біреу-ақ көмір, ё-ма-ё. Шахта бар екен. Ебай, нақты үлкен шахта бар екен. Опа, көмір, өте жақсы. Так, көмірдің бәрін қазған сияқтымын. 10-шы уровень болдым. Аспан. Опа, достар, түстім шахта. Яқта сразу көзім көмірге түсті. Так, қазып болған сияқтым. Опа, тағы көмір есть. Так, болды, қаздым. 10-шы уровень болдым, бір екен. Железа болайық. Железеміз кетіп қалды, аралда қалай екен білмеймін, түсіп кетті. Астыға көрмей алумен даже оны. Так, болды, нормально железен алдым. Так, тағы да астыға қазайық, күшті заттар түсу мүмкін. Опа, әдемі, еба, үлкен шақты. Каньон үлкен. Железа қазаламыз сразу нақтын. Так, болды, нормально железен бәрін алдым. Так, нақта тас қатып қалған ба, сондай көмір керек маған. Так, көмір. Опа, редстоун. Редстоуннан да айтпақшы, опты сөйтме де. Опты сөйді редстоуннан да, өте жақсы. Так, нормально, қаныр, мен уровень қалай көтелі отқан. Так, бірақ редстоуннан кереміз, деп ойлайым. Так, достар, бедрокқа дейін түскен болатын. Қалай мен бедрокқа түсін білейм. Мен 12-ші уровень қалым кеп атыр еді. Так, вообще көмір таппадым. Мынақта алтын тұр, мынақта вообще қатты жоқ. Мынақта что-то андай блоктар тұр, барьер блоктар. Аяққа барғамайды вообще. Так, железо бар. Ой, ё-моё. Достар, мынақта лазурит көріп тұрған болатынмын. Астарында еще көмірлер бар. Так, қайсында болса да, осы болса да болырық. Опа, кеттік. Мен лазурит руда келген болатынмын. Қазір лазурит бізде көп опыт береді көріп тұрғандарындай. Так, тағы да лазурит көріп тұрмын. Опа, тағы да. Так, 12 жүрген құттай алды чуть-чуть қалды. Так, не бар? Бір лазурит бар ма? Астында көмір бар ма? Чуть-чуть. Так, достар, мен бір шахта түскен болатын. Яқта көмір көрген болатын және. Екен кеттік. Опа, бұнақта что-то көмір толып атыр, 12 жүрген болдым ка аралашылыр үстіде. Төбеде шығу керек. Чат. Так, болды, нормально. Көп көмір қазған болатын. Негізін ақта тағы көрген сақтым. Қателеспесем. Опа, достар, жаңа шақырға түскен болатынмын. Нақта мен точно лазурит или көмір көрім керек. Опа, редстоун бар заты. Так, аламыз. Маған да чуть-чуть қалды 13-ші жүргенге. Опа, 13-ші жүрген болдым. Күтейік, что-то арал шығар күстеден. Тағы бар екен, оны көрмеп. Болды, достар, түс көтерейік. Болды, мен көп қазып алдым. Көп уақыт болды қазған көріп тұрғандарындай. Келесі бөлімде жаңа чаң табатын боламын. Осы карт телеграм қалдыратын боламын. Телеграм мен тикток осы видеоның астында описаниеда. 3-ші бөлім түсірейін болса комментке жазып кетейік. Ал оны видеоны бітіретін боламын. Сау болыңыздар.